Бұл Исаның келуі туралы нақты бір жақты пайғамбар сөз. Онда адамның келуі туралы айтылады. Мұны Мұхаммед туралы әртүрлі киеліктаттағы өтірік болжап сөздермен салыстырсаңыз, олар пайғамбар сөзде емес. Онда ол израильдіктердің ағасы болып келгені жайлы айтылады. Алайда Мұхаммед ондай болған жоқ. Ишая нұсқасында да адамның келуі туралы болжам сөзде айтылмайды. Сүлейменнің әнінде де солай. Жоханның инжилінде біз киелі рух туралы оқимыз. Ал Ишаяның 53-ші тарауында біздің заңсыздығымыз үшін азап шегетін және күнәларымызды көтеретін адам туралы анық айтылады. Онда Иса туралы барынша айқын сөздермен айтылған. Киелі кітаптағы Иса туралы пайғамбар сөздер мен Мұхаммед туралы өтірік болжамдардың арасында үлкен айырмашылық бар. Мұхаммед пайғамбар туралы оған бейбітшілік, болжам хабар, әртүрлі әлемдік діни жазбаларда, соның ішінде мәсіхшілікте де ақталған. Егер сіз заңды қайтала кітабын оқысаңыз, 18-ші тарау, 18-ші аят, онда былай делінген: мен сен сияқты ағаларыңның ортасынан басқа пайғамбарды тұрғызып, менің сөздерімді оның аузына саламын, ол менің айтқарымның бәрін айтады. Шын мәнінде, егер сіз бұл хабарды заңды қайталау 18-ші тарау, 18-ші аятты талдайтын болсаңыз, онда ол соңғы елші Мұхаммед пайғамбардан басқа ешкімді суреттемейді. Қазір көптеген адамдар заңның 18-ші тарауындағы болжам хабар Мұхаммедке қатысты деп айтады, бірақ бұл мүмкін емес. Онда не айтылғанын түсіну үшін хабарды оқиық. Құдай иелерің сендерге мен сияқты бір пайғамбарды бауырларыңның арасынан шығарады. Соның айтқандарын тыңдаңдар. Сонымен бұл аятта Құдай жаратқан ие сен үшін израильдіктер мен сияқты пайғамбар Мұса сияқты өз бауырларынан израильдіктерден тұрғызады деп жазылған. Бұл болжам екі себептен Мұхаммедке қатысты болуы мүмкін емес. Біріншіден, аятта сен үшін деп жазылған. Бұл аят израильдіктерге оқылады. Бұл болжам израильдіктерге бағытталған. Сондықтан Мұхаммедті оларға келген пайғамбар деп санауға болмайды. Ол оларға келе алмады. Ол исмаилдіктерге алыс елде, алыс жерде, мүлдем басқа халықтың тілінен мүлдем өзгеше тілде келді. Көптеген жүздеген жылдар өткен соң басқа адамдарға келді. Сондықтан бұл сен үшін деп айтылған жерге сәйкес келмейді. Мұхаммед өз бауырларыңнан туралы айтатын жерге де сәйкес келмейді. Өз бауырларыңнан деген термин басқа израильдіктерге қатысты. Бұл исмаилдіктерге қатысты емес. Бұл басқа ешкімге қатысты емес. Өз бауырларыңнан деген айтқан кезде бұл израильдіктерге үндеу. Біз бұны нақты білеміз, өйткені бұған дейін бірнеше аятта израильдіктер деп аталатын бірдей сөз қолданылады. 17-ші тарау 15-ші аятта былай делінген: онда міндетті түрде Құдай енің таңдаған адамын ғана патша етіңдер. Ол жат жұрттық емес, өз халқыңнан шыққан бауырластарың болсын. Бұл ағайындыларды израильдіктер ретінде өте айқын анықтайды. Және бұл қағида әрқашан киелі кітапта қолданылады. Осылайша заңды қайталау 18-ші тараудағы пайғамбар Мұхаммедке жарамды деген тұжырым сен үшін және өз бауырларыңнан деген тұжырымға қайшы келеді. Демек Мұхаммед заңды қайталау 18-ші тараудағы айтылған адам бола алмайды. Ишая пайғамбардың кітабында айтылған қосымша болжам хабар 29-ші тарау 12-ші аятта: оны үйренбеген адамға беріледі және дұға етуді, оны оқуды сұрайды. Ол мен үйренбегенмін дейді. Доктор Закир Наик сияқты мұсылмандар бұл Мұхаммедке қатысты дейді. Өйткені ғиратта періште Мұхаммедке келіп оқы деді. Ол мені оқи алмаймын, немесе қалай оқуды білмеймін дейді. Осылайша бұл Мұхаммедтің қашан келетіні туралы нақты болжам деп көрсетіледі. Бірақ осы аяттың контекстін оқысақ бәрін түсінеміз. Бұл ешқандай болжам сөз емес. Онда пайғамбардың келуі туралы ешкім ештеңе айтпайды. 11-ші аяттан бастайық. Осы пайғамбарлық сөздің бүкіл мазмұны сендер үшін мөрленіп бекітілген шиыршық кітабы іспетті жабық болмақ. Егер оны сауатты біреуге тапсырып маған оқып берші деп сұрасаңдар, ол кітап шиыршықталып мөрленгендіктен оқи алмаймын демек. Егер оны сауатсыз біреуге тапсырып маған оқып берші десең, ол оқи алмаймын деп жауап бермек. Бұл жай ғана әлемнің қалай жұмыс істейтінін сипаттау және шын мәнінде оқи алатындар мен оқи алмайтындарды қамтиды. Онда егер сіз оқи алатын адамға мөрленген кітап берсеңіз, ол мен оқи алмаймын, ол мөрленген дейді. Егер сіз оқи алмайтын адамға кітап берсеңіз, ол мен оны оқи алмаймын, өйткені мен оқи алмаймын дейді. Басқаша айтқанда, бұл мәлімдемек адамдардың Құдай сөзін ұстанғысы келмейтінін білдіреді, және ол бәріне де оқи алмайтындарға да қатысты. Бұл Мұхаммедтің келуіне қатысты деп айту, оны контексттен толығымен алып тастау және ондағы жоқ нәрсені айту, ол Құдай сөзін бұрмалау.
Бұл Сүлейменнің әндері 5-ші тарау 16-шы аятта туралы айтылады. Бұл ең жақсы және жалпы алғанда керемет. Егер біз оны талдайтын болса, Мұхаммед жайлы оқи аламыз. Содан кейін Мұхаммедим, олар оған Мұхаммедин деп қосты. Шын мәнінде тіпті оның есімі түпнұсқа қолжазбада айтылады, бірақ аудармада одан да көп аударылады. Бұл көбірек, бұл өте жақсы. Мұхаммедим бұл жалпы әдемі деген білдіреді. Закир Найк контекстен көп нәрсені алып тастайды және өз ойын білдіру үшін қате аудармаларды қолданады. Шындығында біз бұл сөзді киелі кітаптың нақты контекстінде қарастырған кезде, ол Сүлейменнің таңдаулы әндерінде айтылады. 5-ші тарау 16-шы аят. Әрі оның ağzы сондай тәтті, иә оның өзі түгелдей сымбатты. Осыған ұқсайды сүйіктім досым менің, уа қала қыздары Иерусалимнің. Көрдіңіз бе, сіз бүкіл контекстті түсінген кезде бұл пайғамбардың келуі туралы да айтпайды. Онда Мұхаммедтің келуі туралы айтылмайды. Бұл жағдайдан алыс, бұл әйел мен ер адамның қарым-қатынасы туралы. Мұхаммедке бұнда орын жоқ. Содан кейін сіз Закир Найктың не істегенін көресіз. Ол әдемі сөзін алып, оны еврей тілінде шығаратын дыбыстармен алмастырды. Онда бұл сөз Махмад деп айтылады. Бірақ Мұхаммед бұл жерге тіпті сәйкес келмейді. Онда болуы керек сөзі сын есім. Әдемі. Бұл жағдайда зат есімге орын жоқ. Сонымен Закир Найк бұл үзіндіні контекстен алып тастайды. Бұл болжам сөз емес, бұл күйеу мен әйелдің арасында қарым-қатынас туралы өлең. Ол сын есім болу керек орынды таңдап, зат есімді енгізді. Ол бірінен соң бірі қателеседі. Автор бұл аятты пайғамбарлық контекстінде қоюға тырысады, бірақ бұл Мұхаммед туралы болжам сөз емес. Жоханның Инжілі 15-ші тарау 34-ші аятта айтылады. Әкем жұбатушыны жібергенде ол мені мадақтайды. Жоханның Инжілін көрейік, 14-ші тарау 16-шы мен 17-ші аятта. Онда айтылған: мен көктегі әкемнен сендермен мәңгі бірге болатын қамқоршыны жіберуін өтінем. Ол шындықты білдіретін киелі рух. Егер сіз осы тарауды контекстінде қарасаңыз, оның киелі рухтан басқа ештеңеге қатысы жоқ екенін көреміз. Онда былай делінген: осы күнәһар дүние киелі рухты қабылдай алмайды, себебі оны көрмейді, әрі білмейді. Енді әлемдегі адамдар Мұхаммедті білетіні және Мұхаммедті көргені анық. Мұхаммед олар көре алатын адам болды. Ақиқат рухы, киелі рух, әлемге көрінбейді және әлемге белгілі емес. Бірақ содан кейін өлең жалғасады. Ал сендер оны білесіңдер, өйткені киелі рух сендермен бірге тұрып, жан дүниелерінен орын алады. Осы уақытта Исаның шәкірттеріне бұл жұбатушы, ақиқат рухы оларға белгілі, өйткені ол олармен бірге және ол оларда өмір сүреді деп айтылады. Мұхаммед бұған сәйкес келе алмайды. Көрдіңіз бе, Мұхаммед оларға белгісіз болды, және ол олармен бірге болмады, және ол әрине оларда бола алмады. Сондықтан Мұхаммедтің ақиқат рухы, осы кеңесші Жоханның Инжілінің 14-ші тарауындағы жұбатушысы болуы мүмкін емес. Сонымен, біз Мұхаммед жайлы осы өтірік болжам сөздерін киелі кітаптан оқып талқыладық. Біз оларды Исаның келуі туралы пайғамбар сөзімен салыстырған кезде, бұл күн мен түн сияқты. Исаның келуі туралы пайғамбар сөздерінің анық болғаны соншалық, оның не туралы екеніне күмән жоқ. Мысалы, Ишая пайғамбар кітабының 53-ші тарауын қарастырып, осы өлеңдерді оқып көрейік. Біздің хабарымызға аз ғана кісілер сенді. Жаратқан менің құдіреті, күші кімге ашық көрсетілді. Шынында Құдайдың қызметшісі біздің қасіретімізді өзіне алды. Біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді. Оның ұрылып азап шегуін Құдай бұйырған жаза деп ойлады. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіздіктеріміз үшін құтылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштық әкелді. Оның жараларының арқасында біз рухани дертімізден сауықтық. Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреніп, өз бетімізбен жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Ол зорлық көріп қиналды, алайда аузын ашпады. Оны тоқты сияқты сойылатын жерге алып барды. Ол қырқылып жатқанда үні шықпайтын қой секілді тіс жармады. Оны жәбірлеп, әділетсіз соттап, өлтіруге алып кетті. Оның замандастарынан кім мынаны ойлады? Ол халқының күнәларына бола азапталып, бұл дүниеден алыстатылды. Оның мовасы қылмыскерлер қорымында белгіленгенмен мәйіті бай адамның қабіріне қойылды. Өйткені ол ешқандай күнә жасағанда емес, аузынан бірде-бір өтірік шыққанда емес. Алайда жаратқан иенің қызметшісі оның еркімен азап шегіп құртылды.
Ол өз жанын айыпты өтейтін құрбандық еткен соң, өз ұрым-бұтағын көріп, ғұмыры ұзақ болады. Қызметшісінің арқасында жаратқан иенің еркі жүзеге асады. Әділ қызметшім жан азабының нәтижесінде қарап, қанағаттанатын туады. Оны көп адамдар танып, мойындап, ақталады. Ол солардың күнәларын өз мойнына алады. Оған сол себептен көптеген адамдарды табыс етемін. Ол билік иелерін де олжалайды. Себебі қызметшім жанын өлімге қиып, қылмыскерлердің қатарына саналды. Ол бірақ көптеген адамдардың күнәларын өз мойнына алып, қылмыскерлердің кешірілуі үшін ара түсті. Сонымен, біз бұл күнәларды өз мойнына алатын көптеген адамдар үшін қарғысқа ұшыраған адам туралы анық айтылғанын көре аламыз. Ол азап шегеді және оны адамдар қабылдамайды және менсінбейді. Бұл Исаның келуі туралы нақты бір жақты пайғамбар сөз. Онда адамның келуі туралы айтылады. Мұны Мұхаммед туралы әртүрлі кириктаттағы өтірік болжап сөздермен салыстырсаңыз, олар пайғамбар сөз дейміз. Онда ол израильдіктердің ағасы болып келгені жайлы айтылады. Алайда Мұхаммед ондай болған жоқ. Ишая нұсқасында да адамның келуі туралы болжам сөз де айтылмайды. Сүлейменнің әнінде де солай. Жоханның инжилінде біз киелі рух туралы оқимыз. Ал Ишаяның 53-ші тарауында біздің заңсыздығымыз үшін азап шегетін және күнәларымызды көтеретін адам туралы анық айтылады. Онда Иса туралы барынша айқын сөздермен айтылған. Киелі кітаптағы Иса туралы пайғамбар сөздер мен Мұхаммед туралы өтірік болжамдардың арасында үлкен айырмашылық бар.